Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Мен бүгін сіздерге осындай ешқандай пісіруді қажет етпейтін, өте оңай, өте тез жасалатын торттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Міндетті түрде жасап көріңіз. Менің арнамнан осындай қарапайым рецепттер табасыздар, сондықтан подписаться кнопкасын басуды ұмытып кетпеңіздер. Тортты жасау үшін ең алдымен крем жасаймыз. Кремді жасау үшін біз бөлме температурасында, міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет. Сары майды қантпен бірге жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Яғни барлығы араласып біркелкі масса пайда болғанша жақсылап араластырып аласыз. Кейін осыны жақсылап араластырып алғаннан кейін осы сары майымызға біз бір банка сгущенкамызды құямыз. Кез келген сгущенка алуларыңыз болады, қарапайым не болмаса вареный. Мен осындай қарапайым сгущенканы алып қостым. Осыны қосып жақсылап тұрып тағы да араластырып аласыз. Крем дайын болды. Енді тортымызды жасасақ, формамызға осылай біз пищевой пленка салып аламыз да, печеньеларымызды тізіп шығамыз. Мен 4 қатардан 4-5 слой жасадым, яғни 4 қатардан 5. Сіздер қанша өздеріңіз білесіздер, қанша слой жасасаңыздар да. Мен осылай тізіп алдым бірінші, одан кейін кремімізді жағып шығамыз барлығына. Екінші слойды жағамыз. Қалған слойлардың түгеліне осылай печеньемізді сүтке матырып алсаңыздар, өте жақсы, крем барлығы жақсы сіңеді. Ең алдымен печеньелер тізгенде осылай сүтке малып аласыздар. Тағы да дәл солай тізіп шығасыздар печеньені, сосын дәл солай бетіне кремді жағып шығасыздар. Барлық слойда дәл осылай қайталап шығасыздар. Менде биіктік жағынан 5 қатар болып шықты. Осындай кремді жағып алғаннан кейін бетіне осылай үгітілген печеньелер жағып шықтым. Үгітілген печеньемен бірге жаңғақ жақсаңыздар болады. Өте керемет болып шығады, дәмді болып. Осылай пленкамызды жауып, холодильникке 1,5-2 сағатқа қоясыздар сіңуге. Осындай өте дәмді, өте керемет тортымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.